Үкімет тұрғын үй шаруашылығын жаңғыртудың жаңа жолдарын ұсынып отыр. 2020 жылға дейін қабылданған модернизациялау бағдарламасы шеңберінде тұрғындарға пайызсыз несиелер берілмек. Ал аз қамтылған азаматтарға тіпті гранттар ұсынылады. Бүгін құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруалар істері агенттігі алғашқы нәтижелерді қорытындылау барысында бағдарламаның ерекшеліктеріне тоқталды. Биыл елімізде 1200 көп пәтерлі тұрғын үйді жөндеу жоспарланған. Бағдарлама пәтер иелеріне ортақ мүлікті тиімді басқаруға көмектеседі. Сөйтіп, үйді қамтамасыз ету мен күту жөніндегі техникалық функциялардың бір бөлігі пәтер иелері кооперативінен кәсіби сервистік компанияларға берілмек. Бұған қоса жылу, электр және газбен қамту желілерін жаңғырту көзделген. 2015 жылға қарай 24,4 мың шақырым желілер жаңарады. Айта кетерлігі, терможаңғырту элементтерін қолдана отырып, жылуды 30%-ға дейін үнемдеуге болады, дейді мамандар. Тұрғын үй шаруашылығын жаңғырту бағдарламасының алғашқы кезеңін қаржыландыру көлемі 451 миллион теңгеден астам. Алғашқы жарты жылдықтың нәтижелері бойынша 415 көп пәтерлі үйге энергетикалық есеп жүргізілді. Үкімет ұсынып отырған механизмдер бойынша кез келген азамат көмек ала алады. Государство, оказывает помощь. Алғашқы механизм бойынша тұрғын үйлерді толық модернизациялау жоспарланған. Мемлекет жөндеу жұмыстарының құнына байланысты 85%-лық шығынды өзі көтереді, ал қалған 15-і пәтер иелерінің мойнында. Қайтару мерзімі 10-15 жылға дейін. Ал екінші механизмде жеке-жеке жөндеу жұмыстары қарастырылған. Мәселен, бөлшектеп шатырды жөндеу, сырт келбеті, лифтілер мен коммуналдық жүйелер деген сияқты. Мұндай жөндеулер орташа есеппен 7-8 миллион теңге шамасында тұрады. Бір ерекшелігі, шығынды екі жақ теңбе-тең көтереді. Несие 7 жылға дейін бөлінеді.